Қайырлы берекелі уақыт болсын. Бүгін мен сіздермен келін құл емес деген тақырыпта бір қызықты инсайттармен бөлісетін дүниелерді айтқым келіп тұр. Мейір махаббатпен қабыл алыңыздар. Даусым, связь барлығы нормально болса, даусымды бір бағалап кері байланыс беріп жіберіңіздерші. Мен сіздерге бүгін мощный ақпарат беретін боламын. Тақырыптың өзі айтып тұрғанда келін құл емес. Сіздер не ойладыңыздар бірінші кезекте? Кішігірім кері байланыстарын жазып жүріңіздерші. Келін құл емес. Шүкір, жақсы. Мен де өте қуаныштымын. Менің прямо эфирларым сіздерге кәдімгідей қызық болып, кері байланыстарыңызды дер кезінде бергендеріңізге мен шынын айтсам қуаныштымын. Және де менің ютубтағы оқырмандарыма вообще ырзамын. Сіздерге де ырзамын. Ютубтағы оқырмандарым уже саналы түрде мына қыз, мына келіншек не айтады екен деп. Келін құл емес деген тақырыпта бүгін прямо эфир өткізгім келеді. Жалпы мен не үшін психосоматиканы оқыдым? Оның бірден бір себебі, мен енді құрбы шай өткізем, қыздармен кездесем. Енді мен инстаграмда 2016-2017-ден бастап тұрақты түрде жүргізіп, 2016-да бастадым. 2017-нің ортасында уже психологияның не екенін түсіне бастадым. Айдана Абырай деп іздесеңіз, немесе қазақша психология десеңіздер, менің ютубтан қарай аласыздар. Енді ютубтағы кісілер көбінде инстаграмға кірмейді екен, олар саналы түрде именно тақырыбын жазады, солай іздеп тауып өздері до конца көреді екен да. Мен бұл жерде сіздерді жамандап тұрған жоқ, просто әр аудитория әр қалай да. Мысалға мен инстаграмда қалай бір солай шығасам, ол жақта менің жаңа бала тербетіп, деген эфирларым, ол жаққа эстетика, этика жаңағыдай, енді адамдар сонша уақытын қиып қараған кезде соған сай болу керек деген сияқты бір дүниелер бар екен. Мен психолог болып кеттім, психологияны оқып алдым, дипломым бар, психосоматиканы оқып алдым. Жалпы мынандай ғой. Қараңыздаршы, осы уақытқа дейін сіздер де қаншама адамдарды көріп жүрсіздер ғой, өзгерем деп осындай ізденіп жүрген, немесе өзіңіз де осы уақытқа дейін ізденіп жүрдіңіз. Менің көзімді ашқан, мен ұстазым Құралай ханым деп айтамын. Бірақ ол кісіні мен прям фанат болып, не айтады, не қояды деп аузына қарап отырған емеспін. Не үшін адам психологқа барады? Бірінші кезекте өздеріңіз ойлаңыздаршы, адамда проблема болған кезінде. Мысалға, менің проблемам осыдан 5-6 жыл бұрын енемен қарым-қатынас болды. Енемен қарым-қатынасымды реттейінші деп мен ютубтан тек қана ене туралы тақырыптарды көретінмін. Айнұр Тұрсынбаева қандай психолог, ене деп іздеймін, кім бар, кім не айтты, соның сөздерін до конца көретінмін ғой. Неге? Себебі менде сол кезде проблема сол болды да. Әркімнің өзінің запросы болды, сол запросқа қарай жауап іздейді ғой. Сол кезде менің жаңаға енемнің көңілін табайыншы деп қипақтап, сипақтап, жаңағыдай бүкіл энергиямның барлығын сол кісіге, үйге беріп жүрген шақтарым екен ғой сол кездер. Бірақ ештеңеге өкінуге болмайды, ештеңеде бекерден емес, ол менің емес, Алланың жоспары. Значит, маған Алла тағала енемнің қаталдығы арқылы маған үлкен сынақ және де сабақ берді. Құдай қаласа менде 4 ұлым аман есен ер жетіп үйге келіншек алып келген кезінде, қыз алып келген кезде, мен уже қалай ене боламын, кімге қалай қараймын, уже менде опыт қалыптасты да.
И мен қазір сол кездегі енемнің қаталдық танытқандығына рахмет айтамын. Себебі енем мені пісірді. Мысалға, бүгін қазір осы жаққа келмес бұрын тағы да ұрыс естідім да. И ұрыс естіген кезде, бұрында мен ұрыс естісем кәдімгідей ренжіп, бұрқылдап, тұрқылдап, сөйлегім келмей, еңсемді көтере алмай қалатынмын ғой. Ал қазір уже қабылдаймын. Өзімнің қай жерім не то екенін мойындаймын. Ол кісінің не үшін ұрысып жатқанын уже түсінесің, уже ниетін түсінесің, конечно, не айтқысы келіп тұрғанын түсінесің. И бұрынғыдай ренжіп, вообще үйдің берекесін қашырмаймын да. И менде қазір мынандай ұстаным, ене ол ене, ененің айтқаны заң дегенше. Себебі андай ғой, ол кісіні түзеп керек емес та. Ол кісіні түзеп, ол кісіге энергияңды құртып, ол кісімен салғаласып, біреудің өмір бақи қатып қалған установкасын өзгертем деп әуре болу, ол бекершілік екен да. Именно біздің психосоматикада именно осындай установкалармен жұмыс жасаймыз ғой. Өзгеріс кезінде біз өзімізбен жұмыс жасаймыз да. Өзіміздің жаңағыдай не үшін мен қорқа берем, не үшін мен ұрса берем, неге мен самооценкамды түсіре берем. Так. Так. Так, мынандай ғой, мына жерде жай жүріп келіндердің құлағын көтерме дейді, ақымақтарға сені масқара болып. Мен осы жерде сіздерге дұрыс адамды, және де менің ұстазым бар. Сол кісі айтады да, сіздер не көрсеңіздер де, не айтсаңыздар да дұрыс адамнан естіңіздер дейді да. И ол айтып жатқан адам сол талаптарға сай ма? Если ол ажырасып жүріп сізге ақыл айтып отырса, лучше не надо дейді да. Сынықтан басқаның барлығы жұғады дейді да. Мен бұл жерде біреулердің ажырасып кеткенін, біреулердің ұрысқанын мүлде қаламайтын адаммын. Мысалға, дәл қазір мен сіздерге өзімнің ішкі халімді жеткізгім келіп тұр да. Мен осы состояниеға жету үшін 5-6 жыл бұрын мен енеммен қалай тату-тәтті боламын, мен енеммен қалай жақсы қарым-қатынас құрамын деген менде запрос болды. Мен ұрысқым келген жоқ, ол кісінің көңілін тапқым келді да. Сол үшін де мен іздендім ғой. Ізденген кезімде мен бір жағынан өзіме опыт жинадым, екінші жағынан мен уже ол кісіні қалай бар солай қабылдадым. Мысалға, ол кісі өзінің 50-60 жасына дейін неше түрлі опыттарды, неше түрлі дүниелерді жинады бойына. Апасынан көрген, атасынан көрген, әкесінен көрген, ауылдастардан көрген неше түрлі дүниелерді ол кісі осы уақытқа дейін опыт жинады да. Түсінесіздер ғой, опыт. Мысалға, мен 32 жасымдамын. 32 жасыма дейін мен де бір белгілі бір стереотиптермен, яғни бір белгілі бір опыттармен өмір сүріп келдім. Яғни біреудің ала жібін аттама, немесе мысалға менің қатты мені өшіріп жіберетін, менің энергиямды жоқ қылып жіберетін нәрсе мынандай еді. Сіздерге толықтап айтайын, осы келін, ене тақырыбында да, осы әулетке қызмет ету, қайын жұрт тақырыбында. Мен соңғы кездері мына қайын жұртты полный қабылдап, мен жүрген жерімде қайын жұртымда андай уже олардың мықты екенін мойындаған кезінде, ол ата-бабалардың маған кәдімгідей андай рухымды көтеріп, маған күш беріп тұратын байқадым да. И осы оған жетпес бұрын менде баста проблема енемен болды ғой. Ене мысалға не істесем де жақтырмайды, ұрса береді. Не үшін ұрсады, неге олай, неге қаталдық танытады, вроде мен жақсы келін болып жатырмын ғой деп сөйтетінмін. Сөйтсем проблеманың барлығы менде. Яғни мен 32 жасыма дейін мені кәдімгідей өшіріп жіберетін нәрсе мынандай еді. Мысалға, біреу маған тесіліп қарап қалса, ай, біттім ғой, маған көз тиетін болды ғой дейтінмін. Ол установка. Ол установканы біз психосоматикада кәдімгідей трансформация жасаймыз, өңдейміз. Бір жерге барсам, бір тойға барсам, немесе бір сабақ, осындай марафон өткізсем, осындай бірдеңе өткізсем, мен бірдестен ауырып қалатынмын ше. Себебі менде андай өзім заказ беріп тұрмын ғой, маған біреу қадалып қараса, мен ауырып қаламын деп. И соған қарай мен ауырып қалатынмын да.
түсінесіздер ма? Сондай сияқты мысалға біреудің алдына шықпа, сөз тиеді, біреудің соңында қалма, сөз тиеді, алдына шықпа, көз тиеді деген менің апаларымның айтқан сөздері мені кәдімгідей сындырып жүретін ше. Содан кейін осындай менде установка болып жүрген кезінде біздің ауылымызда бір үлкен мықты бір қайнағамыз бар еді, өте күшті қайнағамыз бар еді, жап-жас. Сол кісі қайтыс болды, үлкен депутат болды, енді жатқан жер жайлы болсын, енді жаман ауырып қайтыс болды. Сол кезде біздің апам маған келіп айтты да, енем ғой енді, жаңа тілден көзден кетті ғой деп тұр ғой енді. Сөйтіп маған абайлап жүрші сен деп андай айтқан кезінде тағы да установканың үстіне тағы да установка қойып, мен инстаграмға бір айдай почти шыға алмай қалғам. Неге? Себебі шығатын болса маған көз тисе мен өліп қалам деген менде біртүрлі программа болды да. Вот осы программаның барлығын мен ертең Құдай қаласа психосоматика сабағымда сіздерге үйретемін. Қалай өңдеу керек? Сіздер ойламаңыздар, мынау психология бөлек, психосоматика бөлек, адамды кәдімгідей трансформациялайды да. И сонда қараңыз, мен 32 жасыма дейін неше түрліні құлағыма сіңіріп өскен адаммын. Сөйтемін да, мен өзімді өзгертпей жатып, жаңағыдай ішімдегі ішкі халімді реттемей, ішімдегі мың сан қоқыстармен жұмыс жасамай жатып, мен анау жасарын жасап, асарын асап, елді, жерді, көпті көрген енеммен, мен титтай тауықтың миындай миымен ол кісімен салғыласам да сонда. Ой, рахмет. Рахмет. Пиалайка көрсесің ғой. Хорошо. Сіздер ойламаңыздар, мысалға мынандай қорқыныштың мынандай түрлері. Мен қандай қорқыныштармен жұмыс жасағанды айтайын сіздерге. Мен бір жаққа шықсам, үйден бір жаққа шықсам, мен үйімде бірдеңе болып қалатын сияқты. Сондай бір түрлі қорқыныш. Мысалға мен ішім не екенін түсінбей біртүрлі нәрселер ойлаймын да, и сосын сол состояниеден шықсам, мысалға тойға барсам, немесе бір көпшілік орынға барсам, мен сол состояниеден шығып кетемін да, бақытты болып кетемін деп ойлайтынмын да. Бірақ тойға барсам да сол нәрсе жүреді. Бір басқа бір қалаға барсам да сол нәрсе. Вообще анау жаңағы бір қорқынышты сәттер, қорқынышты эмоциялар, мынандай ғой, не ойласаң сол нәрсе болады деген психологтардың сөзін естіп алғанмын. И мен жақсы нәрсе ойлай алмаймын ғой. Жақсы нәрсе ойлай алмаймын да. Бүйтіп қараймын да, телевизордан жаман нәрсе болып жатады, сосын содан қорқам, анадан естіп аламын да, анадан қорқам. Сөйтіп сол қорқыныштардың бәрін өзіме жинап аламын да. Сөйтіп жүрген жерімде соны миымда кассета ұқсап айналдыра беремін. Есікше басалсын. Вот, рахмет. Кассета ұқсап айналдыра беремін да. И сосын өз-өзіме айтып қоямын. И психологтардың сөздерін естіп алғанмын ғой. Не ойласаң, сол обязательно орындалады деген. Одан бетер менде самовнушение болады ғой. Біреу коронавирус кезінде қатты болды ғой. Біреу ауырып қапты десе болды, соның жанына барсаң, болды, как будто ауырып қалатын сияқты. В общем, сондай бір сезімдерді, и сол сезімдерді өңдеу үшін мен осы психосоматикаға келдім. Ең алғаш мен психосоматиканы Төребек Бекбаев деген үлкен психосоматолог, Қазақстанның номер 1 психосоматолог бар. Сол кісінің сабағына барғам, мен оған барам деп бармағам шындығына келгенде. Мені Құдайдың өзі айдап апарды сол кісінің алдына. Жаңа қорқа берем. Күйеуім біреумен жүріп кететін сияқты, күйеуім біреумен жүріп кеткен кезде менің состоянием қандай болады? Мен сосын жылаймын ғой, мен болсам мына ауылда жүрмін, қанша тірлік істеп жатырмын осылар үшін деп, мен пахат етіп жүрмін ғой, тастап кетсе не болады деп ойымның бәрі жаман ғой. Сөйтіп жүрген кезінде мен үйде көп қонақ күтеміз ғой. Сөйтіп қонақ күтіп жүрген кезінде еще мынандай ғой, күйеуім мен қалада үйленген жылдар қалада жұмыс жасады. Сосын біз газдың келгеніне көп болған жоқ. Біз екі үйге от жағатымыз, времянкеге, үлкен үйге да. Сол кезде күл шығарам, көмір тасыйым. Сонымен күйеуім қалада офисте істейді. Күшті қыздармен жүреді ғой, қалада офистегі қыздар білесіздер ғой. А мен неяқта жүрмін, қаланың қызы болғам қайтейін, ауылға келіп алам да, жаңа көмір, анау-мынау тасыйым, ыс тасыйым, тамақ істеймін, енді әбір жеймін, бала туғам уже. Сөйтіп күйеуім келген кезде өзім отырып ұрыс шығаратынмын ғой. Сен біреуің бар ғой, сен ана офистегі андай қыздарды көресің ғой, сен менен ұялатын шығарсың, сен менен намыстанатын шығарсың, деп өз-өзімді отырып алып соның алдында кемсітем ғой. И сөйтем да, ол мені отырыстарға апармайды.
жаңағы жұмыс жағында отырыстарын апармай, мен одан бетер жаман болам. Сөйтіп енді жаман боламын. Барлық әйелдер өздеріңіз айтыңыздаршы, сіз үйіңіз үшін жаңағыдай пахат етіп жатсыз, тірлік істеп жатсыз, иә? Екеуіңіз ештеңе істемей, офисте істеп, шіреніп келеді, сен көреді, сен жуына салайын десең де, андай ванна жоқ, баня жағу, қыстың күні қалай баня жағасың, ата-енемен тұрасың, тазик алып басыңды жуып атпайсың ғой, жақтан біреу ана білгіш қатындар айтады ғой, анау сексологтар ше, андай күйеуің келген кезде аромат сасыптар, иттер, бір күшті бірдеңелер істе дейді ғой. Қаяқтан ондай істей алмайсың да, тем более ауылда менің оқырмандарым бір 50% ауылдық келіншектер шығар. Ондай нәрсе істей алмайсың. Состояние, ішкі хал деген 0, самооценка деген 0, жаңа күйеуіңе өз-өзіңді жығып бересің ғой. Сосын ол байғұс, мен сені жақсы көрем, ой, неге үйтесің, мен сені жақсы көрем, мен көзім, бүйтіп қояды ғой. Мен көзім сенен басқа ешкімді көрмейді десе де, ол кезде менде инстаграмда әлі жүргізбеймін, мен де жүргізіп жатқан кезім ғой. Бірақ бүйтіп андай жүргізіп жатқан жоқпын. Сонымен, мен сені ғана жақсы көрем, жоқ деп мен ондай фантазияда менде мынандай, короче, еще тағы да ол фантазиялар қоя беріңізші. Жаңа күйеуіммен тастап кеткен кезде мынаяқта мен мамаларым келеді, мынаяқта мыналар ұрсады. Енді ана жердегі фантазияны мен айта алмаймын ше. Оның барлығы не? Самооценканың 0-дігі, еще ішкі халіңнің жаңағы жоқсың да сен ол жерде вообще. Қаншама әйелдер осындай состояниеда өмір сүріп жатыр, өздеріңіз ойлаңыздаршы. Мен сол состояние қалай шықтым? Еще тағы сен ол күйеуіңнің настроениесін құртып қана қоймай, енеңе айтасың ғой, апа сіздің балаңыздың біреуі бар сияқты деп ше. Қой, ол басқа біреу бар сияқты деп оның миын қатырасың. Сосын барып атаңа жылайсың. Атамен подружка едім ғой, марқұм атам қайтыс болды. Ата, қашан біз әдемі үйде тұрамыз, қашан газ келеді, мен шаршап кеттім, анау мынау деп сөйтіп. Енді ана состояниедан қалай шыққанын айтайыншы қойшы. Сондай болды ғой, барлықтарыңызда сондай нәрсе бар шығар. Сөйтіп, содан маған Құралай ханым кездесті ғой. 2018-ден 2017-де мен психологияны түсіне бастадым. Аффирмация дегеніміз не, жаңағыдай қалай өз-өзіңді алып шығу, қалай өз-өзіңді жақсы көру. Кешке жақын қабылдаймын, сабыр сақтаңыздар. Кешке мен қазір қолымда ештеңе жоқ. Кешке жақын тіркеймін барлықтарыңызды. Содан кейін психологияға солай келем ғой мен. Сөйтіп бақытты әйел передачасына Астанаға шақырады мен. Сол жерде ақша жоқ қой, күйеуің ақша береді. Еще мынандай, мектепте жұмыс істеймін, арзымайтын айлық алам, сол айлықты мен енеме беруім керек қой. Енем менен сұрамайды да. Нормальный отбасымыз ғой, енді бақуатты отбасымыз ғой. Енем менің айлығыма қарап қалған жоқ, бірақ мен ол айлықты енеме бермесем, мен өзімді кінәлі сезінемін. Күйеуім айтам, мына айлығым не істеймін, мамама бере сал дейді да. Мен оған әйел болған кейін өзіңде бір нәрселер алғың келеді ғой. Толық айлығымды берем да. Сөйтіп күйеуім ана магазинге, анау мынауға деп ақша алып қалам ғой, соны ақшаларын жинап өзіме керек заттарымды аламын ғой. Дата ғой, самооценка 0 ғой енді. Сөйтіп психологияны түсіне бастаймын ғой. Сөйтіп әйел бақыты передачасына барам. Барған кезінде Құралай ханым көріп қалам ғой. Мен инстаграмнан көріп жүрмін, сол кезде хит болып жатқан кезде. Сөйтіп Құралай ханым сол кездері бір 2 аптадан кейін ба, 1 аптадан кейін Шымкентке семинарға келетін болады. Сонымен менде оның сабағына қатысатын ақша жоқ. Вообще ол кезде қазір енді Аллаға шүкір ғой. Сол кезде ақша жоқ. Сөйтіп Құралай ханым маған подаркіге VIP орыннан, ойлаңыздар, VIP орыннан алдыңғы қатардан маған не береді? Билет береді семинарға, подарка қылып. Рикста. Мен Рикс дегенді сыртынан көреміз, кірмегем енді. Сөйтіп семинарға Астанадан келем. Сөйтіп Астанадан келген кезде Шымкентте келіндер сайысы болады. Келіндер сайысына мен каким-то образом бас жүлде алып кетемін. Ол жерде көкей жүйкесі мықты, күшті адамдар қатысты. Кім екенін айтпай ақ қояйын, Шымкентте танымал адамдар. Солардан озып мен бас жүлдені алып кетемін ғой. Кредиттен құтылсам бәрі жақсы. Мен сізге қазір осыны біраздан кейін есіме салыңыздаршы, мен осы туралы айтамын. Сөйтем да Құралай ханым семинарына барамын ғой. Бір апта ауылға мақтанып жүрем ғой. Мен Құралай ханым VIP орынға шақырды, мен семинарға барам. Сөйтіп барам. Барған кезде адам көп қой.
адам көп отырам. И ол кезде мен әжептәуір танымал болып қалған, мен біраз адам таниды, мен подписчиктерім көбейген, сөйтіп енді сөйтіп Құралай ханым сабағында бүйтеді ғой. Бір нәрсеге компас керек болды. Сол кезде кімде iPhone телефон бар дейді ғой. Сол кезде iPhone деген енді шығып жатқан, ол кезде iPhone 6 ма сондай еді. Сөйтсе iPhone албаңыздар деп қояды да. Спокойно айтып қояды да. Мына қуама, iPhone ала салыңыздар деген. Қалай ол деймін ғой. Менің телефоным ескі, еще қалай мен iPhone алам деп. Сөйтем ғой. Сөйтіп бір кезде айтады да ол кісі. Сіздер қазір осы жерге келдіңіздер ма? 3 жылдан кейін өмірлеріңіз ұйықтап отырсаңыздар да өзгеріп кетеді дейді ғой. Ұйықтап отырсаңыздар да өзгеріп кетеді өмірлеріңіз дейді. Қалай сонда дейсің ғой, мен миым құрт тұрған жоқ ана жерде. Кейін былай қарап отырсам, сол уақыт өткенде 3 жылдан кейін шынымен де менің өмірім өзгеріп кетті да. Мен ең алғашқы iPhone, қазір мысалға менде iPhone 15 қой, өткенде бұзылып қалды. 700 мың телефон 70 мың теңгеге просто жөндетіп келдім да. Сол кезде 70 мың теңгеге жөндетіп жатырмын десем, ауылдағы бір-екі кісі айтады да, ойбай 70 мыңға жаңа телефон аламыз ғой дейді да. Енді ала берсеңізші деймін да. Ол өзіншелікті емес, просто адамның несі, нормасы өскендігі да. Сөйтемін де жаңағы қалай сонда деп көп ақпарат айтады ғой. Мен сіздерге бұл жерде Құралай ханымды айтып жатқан жоқ, мен просто мына состояние қалай шыққанын айтып жатырмын да. Көп ақпараттар айтады да. Мен оны миым құртпайды, дайын емеспін ғой. Сөйтіп уақыт өтеді. Кейін жаңағыдай маған психологияда жеңіл, мысалға реніштерің болса қағазға жазып өте жібер, андай болса андай істей сал деп жеңіл техникаларды айтады. Жеңіл нәрселерді айтады да. Ауыр жаңа проработка, терапия деген нәрселеріне келген кезде мен өткіземін ғой. Себебі ол жерде қазір ойлаймын да, қазір оказывается, мына Астанаға жаяу шыққаннан көрі, Астанаға самолетпен 2 сағатта жетуге болады ғой, 1,5 сағат, мысалы Шымкенттен Астана 1,5 сағатта жетуге болады да. Біз пойызбен, машинамен, атпен, ешекпен жайлап жүрміз да, былай қарағанда. Мен осы психосоматикаға келген кезде, осы проработка, терапия жасап-ақ өзіңмен, сен ұшуға болатынын түсіндім да. Қараңыздаршы, қалай, сөйтіп, главный, енді психологияның не екен, значит, сондай нәрсе бар екен түсініп жатырмын ғой мен. Түсінемін да, сөйтіп жаңағыдай мен өзім жұмыс жасай бастаймын ғой. Енді қараңыздар, сол кезде маған күлген адамдар болды. Ой, мынау деген қуды, мынау не істеп жатыр, анау мынау деп сыртымнан өсек айтқан, сыртымнан әңгіме айтқан адамдардың барлығы да қазір 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 жыл болды ма? 7 жыл әлі сол неде сатыда отыр да. Сол сатыда жиналып көріп қаласың ғой, бір жерде, бір ауылда тұрған екен, сол сыртынан сөз айтқан адам әлі сол өскен жоқ та. Ал соның жанында Аллаға шүкір деймін да. Мен қалай өсіп кеттім деймін да. Әрекетке берекет деген осы жерде да. Сөйтіп жаңағыда состояниеден мен шығарған психология болды. Сөйтіп ол психологиядан шығам, сөйтіп психологияда жүрем да уже действительно бір нәрсе бар екен білем. Бірақ почему-то сол кездегі айтылған ақпараттарды мен миым енді осознание болады осы соңғы бір жылда. Қараңыздар, мынандай нәрсе болады. Психосоматикаға қалай келдім? Психологияға келіп, мен өзімнің состояниямды көтердім ғой. Өмірдің басқаша екенін, мен ойлағандай жаман емес екенін, ол просто менің ойларым екенін түсіндім ғой. Қараңыздар, бірақ сонда да ойлаған ойың өз өміріңе зиян тигізеді. Не ойласаң сол болады деген нәрсе менде осы психосоматикаға келгенше менде қорқыныш болып тұрды. Себебі менің басқа жақтағы денежный, басқа нәрселердің барлығын, бүкіл армандарымның барлығы орындалып жатыр да. Бірақ именно жаман ойларым бар ғой. Мына қарыздан қалай құтылам, анадан қалай құтылам. Даже мысалға мен ешкімге қарыз емеспін, Аллаға шүкір қарыз емеспін да. Бірақ мен мысалға гәп бір қыздармен бір черный касса бірдеңе ойнайсың ғой, немесе біреуге беретін нәрсеңді бір тойға бірдеңе жинайтын болса, мен алдын ала беріп құтылып тастағым келіп тұрады да. Қарыз емеспін, бірақ құтылып тастағым келіп тұрады да. Ол маған как будто по-любому беретін ақшам ғой деп, сондай нәрсе болатын ақшаға қатысты менде. Сөйтем да,
психосоматикаға келем, оған мен келем деп келмеймін, Алла тағала мені әкеледі осы жылға. Менің 4-ші балам, үйге қонақ күтем, бүгін соны пост қылып шығарам деген едім, азанда монтаждаған едім. 4-ші балам құлап қалады ғой, құлап басын ауыртып алады. Сөйтеміз да, мен оны мән бермеймін. Бала болғанға жылап қояды ғой, сөйтіп уақыт өте келе что-то бір түрлі андай басын сасам, бір түрлі бір нәрсе тұр да. Мынау не нәрсе деп, өзіміздің невропатологқа апардым Леңгірдегі. Сөйтсем, ойбай, срочно Нұрсатқа апар дейді ғой. Ол ситуацияң болып кеткеніне бір ай өтіп кеткен ғой. Нұрсатқа апар дейді. Нұрсатқа желкілдеп апарам. Сөйтсем, операция жасаймыз дейді ғой балама. 4-ші балам 6-7 айлық бала, 7 айлық балаға миына операция, бас сүйегіне операция жасаймыз дейді. Мен шокпын ана жерде. Мен вообще өзім пышаққа ілінбеген адамын, Аллаға шүкір, ондай нәрсе көрмегенмін ғой. Мен түсінбеймін, не болып жатыр өзі деп. Сөйтіп енеме айтам, апам мына жақта операция жасаймын деп жатыр, не істеймін деп. Күйеуім командировкада, енем Жаңақорғанда демалып жатыр да, ем қабылдап жатыр. А мен болсам Нұрсатта жүрмін да. Сөйтіп мен шокпын ғой, экстремально жасап жібереміз дейді. Сосын мен қайттым, ойланайын, мен үйдегілерден сұрайын, енемнен сұрайын, күйеуімнен сұрайын, не дейді олар деп. Адамның басына іс түскен кезде адам не істерін білмей қалады ғой. Вот солай келгем да. Сөйтіп ана сезім әлі көз алдымда ғой, мен қорқынышым. Сөйтіп жаңағы врач қайнағаларым бар, кім бар, солардың барлығына шығам ғой. Менен сондай состояние, сондай зат болып жатыр, не істеймін, анау-мынау деп. Сөйтіп ол кісілер біреу операция жаса дейді, біреу жасама дейді. Енді ақылшылар көбейіп кетеді ғой басына іс түскен кезде. Сөйтіп жүрген кезінде біздің группаластарының отырысы болады. Группаластар әшінде жиналмайтын группаластар почему-то сол кезде жиналып қалады ғой, математиктерді. Мен математикпін ғой. Сөйтіп мен сол жерге барам. Сол кішкентай балам, 4-ші баламды алып барам ғой. Сөйтсем, қыздар енді мен әбден күліп, сөйлеп қалған адамын ғой. Сөйлеп, күліп қалған адамын, олар маған айтып та, Айдан, не болды саған, настроениең жоқ қой, сен бұндай емес едің ғой. Әйтпесе университет бітіргелі кездеспегенбіз. Қанша бір 7-8 жыл болған группаластармен кездесіп тұрмын да, 5-6 қыз. Не болды дейді ғой. Сөйтсем, қыздар, менің баламда сондай проблема жатыр, мен не істеймін, андай жарылайын деп тұрмын ғой. Не істейтінін білмеймін, мен қалай шығамын мына ситуациядан деп, андай көзіме жас толып, сол жерде жылап жатырмын ғой. Сөйтсем, Балжан деген группаласым айтады, Айдан, сен уайымдамаш, бұл бала ғой, бала деген жазылып кетеді. Сен уже менің ойымда жаман ой шақыра беремін ғой, менің ойымда уже ана бала өліп қалған ғой. Мен аза тұтып жүрген адаммын да, ана жерде Инстаграмға көрсетпейміз ғой, тұрмызда шынайы бейнемізді мысалға да. Ана жерде Инстаграмға қарағым келмейді, өзімді өтірік бақытты көрсеткім келмейді. Сонымен бүкіл ойымның барлығы баламда. Сөйтем да Балжан айтады ғой, ой, Айдана, не болды саған, сен уже мынауың болмайды сенің деп. Сонымен не істеймін, енді сондай проблема болып жатыр десем. Сөйтсем, оказывается, жаңа Балжан деген группаласымның бір жыл бұрын күйеу балдармен төбелесіп қалғанда, сөйткенде, немесе бір төбелес болған, сөйткенде жаңағы Балжанның күйеуінің басын біреу балғамен ба балтамен ұрған ғой. Сол кезде мына бас сүйегі шашылып кеткен екен да, басының сүйегі шашылып кеткен екен. Сөйтіп олар не деген нейрохирургтар іздеп, сөйтіп жан-жақтан нейрохирург іздеп, Шымкент бойынша таппаған, мықтысын таппаған да, енді оңай емес қой, бастың сүйектерін шашырап кеткен. Сөйтіп күйеуі контужд еткен, в общем, проблема болған. Сол кезде Астанадан мықты андай болады ғой, бір семинарларға баратын нейрохирургтар болады ғой. Андай мықты бір ученый нейрохирургтар табады ғой. Олар ше, сөйтіп тауып, именно сол кісінің алдына каким-то образом түсіп, жаңағы күйеу соның арқасында аман қалады ғой, жаңағы нейрохирургтың арқасында. Менде сол кісінің номері бар дейді ғой. Сен давай сонымен сөйлесші дейді. Сөйтем де мен номерін алам, сөйтіп жаңағы кісіге жазам, ағай, менде сондай проблема отыр, баламның басымен не істеймін десем, ол ағай, мен балдарға қарамаймын дейді да. Сосын енді не істеймін десем, бірақ мен сіз үшін жаңағы Балжан үшін қарап берейін дейді да. Сөйтіп ол кісі Астанада болады. Сөйтіп мен ол кісіні бір апта 10 күндей күтем Шымкентке келген. Сөйтіп Шымкентке келеді. Сөйтіп Шымкентке ол ағайдың приемына жазылам деп келетін күнін білем ғой. Сол күні келем деп ауылдан қалаға барғам. Қалаға барған кезінде не болады? Ағайға звондасақ,
кешке жақын қабылдайды, сағат 6-тан кейін қабылдайды екен да, 6-ға дейін операция істейді екен, 6-тан кейін қабылдайды екен. Сөйтіп не істеймін енді деп отырған едім, алдымнан жаңа психосоматолог Төребек ағайдың сабағы, семинар шығып қалады ғой. Төребек ағай психосоматолог. Сол кезде таныдым ғой оны инстаграмнан. Андай сіздер бүйтіп қарайсыздар ғой, негізі мен реклама салып жатырмын, қайта сабаққа қатыс деп былайша айтқан кезде қақсап жатырмын ғой. Вот сол кезде менің алдымнан жаңағыдай реклама шығып қалады ғой. Осы Шымкентке келді деп, сағат 10-да басталады екен, сағат 9:30. Сөйтіп ана ағайға бұл не екен өзі деп, психосоматолог не ол деп барам ғой ағайдың сабағына. Сөйтіп барам да, сол сабақтан енді 180 градусқа өзгеріп, енді анандай уже өзімді жоғалтып, әбден өзімді кінәлап, мен қандай анамын, үшін балдарыма қарамайым, менің кесірімнен болды мына нәрсе деп әбден өзім жеп біткем ғой. И ана психосоматиканың сабағынан, Төребек ағайдың сабағынан мен уже өмірге басқаша көзқараспен шығам ғой. Вообще барлығын Аллаға тапсырып, жаңағы психосоматиканың әдістерін бәрін сол жерде істеп, сөйтіп жаңағы семинардан шығам ғой. Сағат 4-терде ма, 3-терде ма бітіп қалды, сөйтіп шығам да. Көз вообще басқаша ғой. Сөйтіп барам. Сағат 6-та докторға баруым керек, ертерек барып очередь алуым керек қой. Сөйтіп уже не болса да Аллаға тапсырам деп шығам ғой. Қош, не болса да деп сөйтіп баламды алып барам. Сөйтіп жаңағы доктордың алдына кірсем ше. Барсам, 2 адам бар екен, адам көп екен. Сөйтіп, бірақ мен ерте барғам ғой. 2 адамнан кейін кірем ғой, кірсем айтады да, сізге мына балаға операция жаса деп айтты ма дейді да. Иә дедім. Сөйтіп, ой, Нұрсатта сөйтіп ұшындырды ғой, мен не істеймін, мен сізді күтіп отырдым деп енді айтып жатырмын. Сөйтсем, вы че, қуасыздар ма мына балаға? Қуас демейді ғой енді андай. Мен эмоциямды айтып отырмын да. Мынау әшейін болмайтын нәрсе ғой, осыған бола баланың басын тесейін деп жатыр ма? Бұл сол кезде 7 ай ғой балам. 7 айлық баланың басына операция жасаймын деген не сұмдық мынау? Ешқандай да операция жасаудың қажеті жоқ. Бала сап-сау, ештеңесі жоқ баланың. Әлі-ақ бұл баладан күшті нәрсе шығады. Ана доктордың сөзінен кейін ана психосоматика плюс ана Құдайдың қалай айдап алып келгенін қарасаңыздаршы. Сөйтіп қызық деймін, адам деген 7 айлық баланың басына вообще операция істеуге повод көріп тұрған жоқпын. Даже дәрі беруге повод көріп тұрған жоқпын дейді ғой ана кісі. Қандай чудо да ана жерде. Сөйтіп кіріп шыққасын ғой неден. Папам күтіп отқан есік алды. Не болды дейді. Папа бәрі дұрыс екен, бәрі жақсы екен. Мен саған айттым ғой дейді. Мен болсам жаман ойларымен бүкіл жамандықты шақырып сөйтіп отқам ғой. Содан кейін Аллаға шүкір, баламыз енді көрдіңіздер ма қалай деймін да. Если мен сол кезде операцияға беріп қойған, еще мен ол операцияға үйдегілерден рұқсатын сұрап, операция жасату керек шығар, ақыры докторлар айтса бопты деп мен операцияға барған кезінде сол баламның мұрны ағып тұрған еді. Мұрны суы ағып тұрды да, бүйтіп ағып тұр. Сол кезде ана хирург операция жасамаймын, мынаның тұмауын жазып кел деген ғой маған. Мынаның тұмауын жазып кел, сосын деп. Айтам да, ағай жасай салыңызшы, мынандай мұрын боғы ағып тұр ғой, жасай салсаңызшы деп қоямын ғой мен. Сөйтсем жоқ дейді ғой. Сонда қарасаңыздаршы, қалай Құдай реттейді деймін да. Біздің планымыздан Алланың планы күшті ғой деп ше. Сол кезде мен айтам, психосоматика қалай көмектесті деп ше. Сосын қараңыздар. Бұл бірінші психосоматиканың менің өмірімде Құдайдың көзімді ашуға жіберген дүниесі да. Екінші жағдайда біреу маған рекламаға хабарласады, реклама жасайықшы деп. Сонымен не десем, психосоматика деді. Ой, психологияны білем, бірақ психосоматика қалай екен дедім да, мен онша мән бермедім. Сөйтеміз да екеуміз, жаңа Мақпал деген менің ұстазым ғой, екеуміз прямой эфирға шығамыз. Сөйтсек, ана жерде мен блоктарым шығып кете береді ғой. Блок деген нәрсе, мынандай қазместерге түсіндіріп жіберейінші. Блок деген нәрсе андай установка, блок, наным, сенім деген нәрселер ғой, блогым шығып кете береді ғой. Прямой эфирда ана жерде. Мысалға, қайда, міне, блок деген нәрсе мынандай. Мысалы қараңыздар, біз негізінде, мысалға біздің қан тамырларымыз, біздің өміріміз, жалпы оны мен толқын деген сабақта түсіндірем. Бұлай потоки дейді ғой, адамның
энергия мына потокта ағыспен былай ағып денемізден ағып жүреді да. А біз өзіміздің жаңағы қорқынышымыз, үрейіміз, неше түрлі жаңағыдай установкаларымыз, мысалға мен жаман анамын, негізі адамды өз-өзін кінәлауы ол ең үлкен блок екен да. Қандай жағдай болса да, сіз біреумен ұрсып қалдыңыз ба, қандай ситуация болсын, сіз өзіңізді өзіңіз қорғап алып шығуыңыз керек та. И сол біз қалай өзімізді кінәлаймыз, өзімізді осуждать етеміз. Басқаны қоя бер, басқаны көре алмау, жамандаудан бөлек адам өзін жаңағыдай айыптайтын болса, өзін жек көретін болса, өзін қабылдамайтын болса, вот адам солай өзіне блок қойып алады да, блок. Сосын сіз жаңағыдай энергияңыз жоқ, шаршап жүресіз, көңіліңіз көншімейді, әйтеуір бірдеңе болып жүреді да. Қыздар, сіздерге мына кредит туралы мен сіздерге ол сабақты бонусқа беремін, әшейін подаркаға беремін. Сіздер мына психосоматиканы біліп алсаңыздар, сіздерде мынандай ішкі халдің нөлдігі көріңіздерші, менің өзімде қандай блок болды да. И сөйтіп жаңағыдай екеуміз осылай сөйлесіп отырсақ, мен мамама ренішім оянып кетеді, кезінде маған осылай істеген еді, енеме оянып кетеді, күйеуіме оянып кетеді, өкпелерім да. И сөйтем да, ана жерде тентек болып кетемін ғой. Сөйтіп кейін түсіндім, оказывается, осындай нәрсе екен психосоматикада. Неге мен осы уақытқа дейін бір нәрселерім, армандарым орындалмай жатыр, неге мен дұрыс табыс таппай жатырмын, неге не болып жатқанын барлығын 10 000 теңге, 10 000 теңгеге сіздер қаншама білім алайын деп тұрсыздар. Еще анау ақша, анау мынау деген бәрін подаркаға беремін, бонусқа техникалардың барлығын. Сөйтем да, ана Мақпал маған какой-то бір арзымайтын ақшаға рекламаға берген, а мен оған 2 есе ақша төлеп терапия өтем да, жаңағыдай. Мынандай блок бар ғой, мына тұрған қыш тұр ғой сіздерге. Сондай блоктардың барлығын тазалаймыз ғой. Тазалаған кездегі менің өмірге деген көзқарасым, вообще жүрек көзім, енді мен рахмет айтам Алла тағала сол Мақпалды маған жібергеніне да. И сөйтіп, так, мен қашанғы Мақпалдан терапия ала беремін, одан да гөрі неге өзім оқып алмаймын дедім да. Сөйтіп Мақпал маған сол кезде оқы деп айтқан жоқ ше. Сөйтіп оның ұстазы Алмас ақыннан барып 800 000-ға оқимын ғой осы білімді. 3 ай оқыдық, одан кейін қазір практика жұмыстар, терапия, анау-мынау жұмыстар болып жатыр. И дәл сол білімді мен сіздерге берейін деп тұрмын да. Қараңыздар, қандай күшті, иә. Психосоматиканың сабағын мен қазір өтіп жатырмын. Былай қараңыздаршы сіздер ойламаңыздаршы, мынандай бекерден бекер любой, мысалға мені бекерден бекер сіздер көріп отқан жоқсыздар. Мысалға мен Құдайға 1000 бір шүкір айтамын, сол кезде маған Төребек ағайды Құдай жіберді. Себебі мен жаңағыдай оның алдында 3 сағат сабағына қатысып, менің ішкі состоянием өзгерді да. Ішкі состоянием өзгерді, мен жақсылықты ойлап бастаған кезімде, мен жақсылық ойлап шықтым ғой. Жақсылық соқтан вообще өмірім басқаша болып шықты да, көзім ашылып, күнде жылап жүрген адам, айттым ғой, неше түрлі бір жамандықты шақырып алған. Ана жерден көзім ашылып шықтым да, мен Аллаға тапсырдым, не болса да Алла білуші деп, есімде жоқ, сол кезде бір рахаттанып шықтым. И сол состояниемен дәрігердің алдына бардым. Чудо болды да ана жерде. А мен ол Төребек ағайдың сабағына бармай, мен жаңағыдай жылап барған состояниемен дәрігердің алдына барған кезде, ол кезде қандай результат болатын бір Алла білсін да. Может, жаңағы Нұрсаттағылардың жаңағы диагнозын подтвердить етіп беретін білмеймін ғой мен, мысалға да. Мынандай нәрсе бар да, психосоматика, сіздер ойламаңыздар, ой, мен ауруым жоқ, менде блок жоқ. Біз именно осындай блоктарды шешеміз. Адам қай кезде ауырады? Мысалға қараңыздаршы, жаман аурудың өзі, осындай аурулардың, осындай сезімдер бар ғой, осындай өз-өзін кінәлау, іштей жеу, іштей сезімдерді білдірмеу, іште бәрін сұға беру, ішке бәрін тыға беру, сезімдерді айтпау, вот соның барлығынан тұншыққан сезімдердің нәтижесінен осындай аурулар табады екенбіз да. Мысалы қараңыздаршы, біздің тәніміз бірінші ауру тудырмас бұрын бірінші сездіреді.
қолыңнан сездіреді, аяғынан сездіреді. И мен сіздерге оның сабағын айтамын. Мысалға біздің тәнімізде әртүрлі дүниелер әртүрлі жерімізде кәдімгідей сигнал береді міне. Сол мысалы қараңыздар. Мысалға сіздің тамағыңыз ауырса, жүрегіңіз ауырса, қолыңыз ауырса, аяғыңыз ауырса, мына тізеңіз ауырса, тәкаппарлығыңыз бар деген сияқты әрқайсысы бір белгі береді да. Белгі ол сен мынаны реттесе, мына дүниені ретте жібер деген бізге сигнал да. Біз сол нәрселермен жұмыс жасаған кезімізде біздің ауруымыз автоматом жоқ болып кетеді да. Мысалға сіздер қазір кез келген ауруда, даже қазір психологтардың өзі, психотерапевт, жаңағыдай дәрігерлердің өзі осы психосоматиканы оқып алып жатыр. Неге? Себебі адамға просто дәрі бере беру ол тиімсіз болып баратыр да. Дәрі ішіп, белгілі бір уақытқа қояды, қайтып дәрінің күші кеткенде, қайтып дәріге мұқтаж болып тұрады да. Мынау психосоматика сол тамыр ғой. Мысалға сіз ішіп, бірінші ол сізге тәніңіз арқылы белгі беріп тұр да. Сол белгіні сіз қабылдамаған нәтижесінде ол күшейіп, тәніңізге жара болып, неше түрлі ауру болып шығып жатыр да. Пока маған назар аударшы деген сияқты ол тәннің белгісі. Біз соны қалай өңдеп тастаймыз, солай біз өз-өзімізге жақсылық жасаймыз ғой. Мысалға қараңыздаршы, біз кез келген жаңағыдай аурудан бұрын біздің ойлауымыз, мысалға мен көпшілікке шықсам, осындай бір құрбышай бірдеңе істесем өмірі ауырып келетінмін. Сөйтіп енем ұрсатын болды, айналайын, сен ондай нәрсе өткізбеші, өткізсең болды ауырып қаласың деп. Себебі мен ауырып қалам деп ойлайтын едім. Ауырып қалам деген сөзіме не заказ етіп жатырмын, сол нәрсені ала алып едім. Қазір мен вообще ойланбаймын, Аллаға тапсырамын да, жүре беремін. Неге? Себебі мен ойлансам, сол нәрсені тартып аламын. Қазір біз әлеміміз бар ғой. Біз не ойласақ, сол нәрсені тартып алатын дүниеде жүрміз да. Сондай бір әлемде жүрміз. Қараңызшы, сонда бізде мынандай вариант бар. Сіз менің мына сөзімді естіп қалыңыз да. Сонда қараңыз, сондай бір әлемде мощный энергия жүріп жатыр екен. Сіз не айтсаңыз орындалып кететін түсіндіңіз да, примерно да. Сіз сонда өз-өзіңізге зияндық жасамайтын шығарсыз, жамандықты ойлап да. Ал енді сол жамандықты қалай ойламаймын, енді содан қалай құтыламын деп ойласаңыз, осы психосоматикадан жауабын табасыздар. Жоқ, қазір. Түсінікті ғой, Мен негізі бағана тамақ алдым. Әлі тамақ ішпедім. Қазір онда мен эфирге қайта шығам. Қайта шығамда сабақтың бағдарламасын түсіндірем. Примерно 10 минут уақыт беріңіздерші. Примерно 10 минут уақыт беріңіздер. Мен обед ішкен жоқпын да. Сағат 3 болыпты ғой, обедімді ішіп алайын. Сосын қайта шығамын.